жылы шығарылған X8 объемдағы Мерс Эшка. Срочно сатылады екен. Басы 180 мың сом. Оның жанында Mazda Altina деген мына екен. Пробег 2005 жылы шығарылған 2.5 объемдағы. Басы $3900 екен. Nissan Altima'nдағы сіздер мені көп сұраған болсыздар. Қандай дәсі бекен? Бас қанша бекен? Бұлар бас. Реально екен басы. 3,5 бересіз. $3500 береді екен. Nissan Altima. Әймен бұл жанында Мерс тұрады. 90 жылы шығарылған 3 объем дизель, басы келісімді. Телефонның бәрін жазылыңыздардағы. Біз арты жақтарын көрсетеміз. Универсал Мерске іздегендер болса көріңіздер. Біз бұл жерде Мерсті көрсетеміз. 3.5 объем. Пробег оригинал 2003 жылы шығарылған, басы келісімді. Мен бұл жерде тағы бір сіздер іздеген мұны алдап қойсақ болады. Mercedes-Benz 2000 жылы шығарылған 2.6 объем, расход 12-13, басы келісімді. Телефон нөмірін жазып алыңыздар. Элеганс екен, Mercedes Elegance. Объем 2.4. İçki salonda sizlere göstereyim. Merс de var, Merс. Alemin bu жерде olsa Nexa var ekan, sarı, boz aralaş түстегі Nexa. жылы шығарылған 1.5 объем, басы 145 мың сом, 0703 85 79 80 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Біз бұл жақтағы сіздерге, бұл жерде де жақсы журналар тұр. Мерс тұрады бұл жерде көріңіздер. 94 жылы шығарылған 3.2 объем, коробкасы автомат, $3700. Сэшка іздеп жүргендер болса көріңіздер. Получается $900 где-то. Мен бұл жерде BMW тұрады. За сколько можно? 525, 92 жылы шығарылған 2.5 объем екен, басы $4700. 4 milletini de koyup durursan bir şey. 3-4 şöyle yapayım. 3-3. Ama Romanya Türkçe'nin de bakalım. Altçılдағы Toyota Camry'ga Görüngsіздер, біз бұл жақтан Ford Focus универсал бар екен. 244 мың километр жүрген, 2004 жылы шығарылған 1.8 объем дизель, басы жазылмаптыр, телефон нөмірі тұрады. Бұл жерде Volkswagen Bora деген тұрады. 2 объем, 2001 жылы шығарылған, басы $4100 екен. Расход 10. Состояние отличное.
Өткендегі видеода сіздер Volkswagen Bora үлгісіндегі ұнаны көрсетіп беріңіз деп сұраған болсыздар. Үш xil жерде тұрады. Көріңіздер. Екі объем. Бұл жерде Vento тұрады. 92 жылы шығарылған. Коробкасы 5 штука, объем 2. 130 000 сом сұрап жатады. Volkswagen Vento қара түстегі ұна. Бұл жерде Мерстің жанында BMW тұрады. 525, коробкасы автомат, 95 жылы шығарылған. 2.5 объем, $3800. Бұл жерде Matiz, российский номерде жасыл түстегі Matiz тұрады. Базарда Matiz болса, Matiz'de de тартып қойыңыз дегендер көп болды әлі. $150 000 сом сұрап жатады екен. Көріңіздер, бұл жерде жасыл түсті, әлеме бұл жерде болса, дағы бір Ford Focus 1.8 объемдағы бензин бар екен. Бензинменен жүреді, отличное состояние, басы $2700. Сомға 189 000 сом екен. 0793 42 39 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Бұл жерде Mercedes Seshka 280 тұрады. 95 жылы шығарылған. 2.8 объем, басы $5200. Мен бұл BMW-дағы сіздерге көрсетпейін. 96 жылы шығарылған. 44 объем екен. Басы жазылған емес, номері жазылғансыздар. Қызыққандар болса, чалып сөйлесіп көріңіздер. Бұл жерде Mercedes 3.2 объем тұрады. 98 жылы шығарылған 3.2 объем, басы $5500 екен, японец. Бұл жақта Toyota Avensis 2001 жылы шығарылған 2 объемдағы дизель ұна тұрады, басы $3700. Дизель бензинді ауыз жайып сваркамен жүрген ұна айдайым іздеп жүрген болсаңыздар, көріңіздер, бұл жерде идеальный состояниеда Toyota Avensis у нас тұрады. $3700. Ішкі салонында ашық болса, ішкі салонында сіздерге көрсетіп қояды. Панельдері торпедо жақсы, отырғыштары таза. Хинтсқа қылуының керегі жоқ. Машина айдап кеткенге даяр. Бұл жерде дағы бір Nissan X-Trail үлгісіндегі ұна тұрады. Бұшын сіздерге көрсетіп қойылы. Nissan X-Trail 2003 жылы шығарылған, пробег оригинал, механика, объем 2, $5800. Идеальный состояние. Телефон номері 0707 53 98 15 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Біз бұл жерде Audi S4 үлгісіндегі ұнаны көрсетеміз. 93 жылы шығарылған, пробег оригинал, басы $3000 екен. Бұл жерде жол таңдамасы Mitsubishi Montana деген ұна тұрады. Өткенде комментарийда бір кіші бір байкені сұраған болчу. Montana Sport 98 жылы шығарылған 3 объем, газ бензин, басы $4300 екен. 0709 13 33 33 деген номерлерге байланысқа шығып көріңіздер. Mitsubishi Montero 4 Sport
470, 570'lerden kalışmayt болуш керек. Жерден бийиктиги деле бийик экен. Биз бул жактагы Passat B5 Plus'u көрсөтөбүз. 814 000 км жүргөн, 2002-жылы чыгарылган, 2 объемдогу мына. Идеальное состояние, басы $4300. Майка, басы канча мын Майка? Доллар басы? 4300 бе? Акыркы басы дагы? Жок, 4000. Андан ылдый болбойт. $4000 экен. Акыркы басы $4000. Volkswagen B5 Plus. Бул жакта болсо дагы бир Volkswagen Bora у нас турат. 99-жылы чыгарылган, 2 объем, $2800 экен. Бул жерде Volkswagen Passat B4 турат. Пробег 43 000 км жүргөнбү же пробег 430 000 км жүргөнбү? 94-жылы чыгарылган кандай элес? 430 000 км жүргөн, 94-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу, басы $165 000 сом, 0779 53 60 52 деген номерлерде чалып ушул унааны көрсөңүздөр болот. Биз кийинки дагы бир жолдун боюнда. Бул жерде жол тонобасы Nissan Patrol деген унаа турат. 98-жылы чыгарылган, объем 4.5 экен, бензин менен жүрөт, баасы $8000. Номерди биз силерге жакшылап көрсөтпөйлү. 0779 47 08 96 деген номерде ушул унаа турат. Жерден бийиктигин дагы көрсөңүздөр, жол тономасы унаалардын катарындагы унаа. Ал эми бул жерде Mazda 6 турат, $3500, 2002-жылы чыгарылган, 1.8 объемдогу, состояниясы отличное. Любой диагностика алып барсаңар дагы даяр экен. 0700 02 00 25 деген номерлерге байланышка чыгып ушул Mazda'ны көрсөңөр болот. Эми биз силерге бул жерде Honda Servo сол рул унаасын көрсөтмөкчүбүз. 2000-жылы чыгарылган, $5500 сурап жатат экен. Көрүңүздөр. Коробкасы автомат. Шуну сурамыңыздар беле. Басы канча бул акыркы басы? 5 Токотер жары. Ана ылдый болбойт. Пробег канча? 170 000 км жүрөт, 5 акыркы басы. $5000 берет экен акыркы басын. Серво сол рулду унааны издеп жүргөн болсоңуздар көрүңүздөр. Биз бул жакта турган унааны силерге көрсөтөбүз. Nissan Primera 2002-жылы чыгарылган, 2 объем, $3100. Правый рул, универсал. 0556 99 66 58 деген номерлерге байланышка чыгып ушул унааны көрсөңүздөр болот. Биз мунун жанында Audi B4-ні көрсөтөбүз. 93-жылы чыгарылган. Пробег оригинал, механика, 2 объем, $3500. 0556 30 10 59. Ал эми сиздерге дагы бир бул жердеги Mercedes'ти көрсөтөлү. Срочно сотула деген 96-жылы чыгарылган. 3.2 объем, басы $3800. Номерин жазып алыңыздар дагы. Жакшылап көрүңүздөр ушул унааны. Биз бул жерде дагы бир сол рулду Honda Accord унаасы турат. Басы $230 000 сом экен. 4 дөңгөлөк, летний дөңгөлөктү кош берет экен. 2001-жылы чыгарылган, 2-3 объем. Басына азыр акыркы басын сурап коебуз, канчага берет? Assalamu alaikum. Булар басы канча экен? Токотер жагы. Токотердеги 200.
200 миң. 200 миң сом. Мына Honda Accord сол урулду. Мына артынан да сіздерге көрсөтөйүн. 200 миңге издеп жүргөн болсоңуздар, ушул унааны көрсөңүздөр болот. Biz ушун менен жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуздар.